Жұмсақ әрі дәмді пирожнилар дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге ерітілген сары май қажет болады. Үстінен қантымызды салып, араластырып аламыз. Және де үстінен қаймағымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Және де ұнымыздың жарты бөлігін салып, біркелкі болғанша шамалап араластырып аламыз. Және де үстінен қопсытқышымызды қосатын боламыз. Біркелкі масса болғанша осыны араластырып аламыз. Үстінен қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр болғанша иілеп аламыз. Міне дәл осылай иілеп аламыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Үстінен творогымызды салып, бір жұмыртқамызды саламыз. Және де қантымызды қосып, үстінен қаймағымызды қосып, және де кукурузный крахмалымызды қосып, барлығын блендермен езетін боламыз. Мінекей дәл осындай сұйық масса шығады. Енді тестамызды алып екіге бөліп, біркелкі қылып иілеп қойып қоятын боламыз. Дайын қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Және де кез келген осындай насаткілеріңізбен дөңгелек етіп ойып аласыздар. Дайын қамырымызды осылай қолменен басып жайып жібереміз. Және де кез келген қалыптарыңызға, кекстің ыдыстарына осылай етіп салып шығатын боламыз. Енді үстінен массамызды құямыз, толтырмай құйып шығамыз. Піскен кезде бұл көтеріліп кетеді. Сол себепті толтырмай құямыз. Мінекей дайын ас болсын. Лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер, өте жұмсақ.